Так, келдік Ташкентке. Осындай гостиница қабылдап алдық. Уважаемые пассажиры, вітаем вас в национальном аэропорте. Температура повітря 26 градусов выше за ноль. Просим вас оставаться на своих местах до полного спинения самолета в вагоне згасить тепловое табло зашумительной нивы. Нагадываем вам, будьте осторожны при открытии багажных полиц и не забывайте свои речи в салоне самолета. Мы дякуем. Наконец-то тамағымыз келді. Литвадамыз қазір, Вильнюс. Біздің мұсылман бауырлардың осындай асханасы. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Бүгін Құдай қаласа жаңа видеомыз бастаймыз. 1 ай 30-ға дейінгі видеомыз. Жаңа ролик. Сол 1 ай август айында демалдық. Ауылға барып, елге барып, шамалы тірліктерімізді бітіріп, қаңғыр бәрі жопа-жом. Сонымен әрең дегенде ауылдан қайтып жұмысқа келген, жұмысқа үйрене бастадық деймін деп. Германиядамыз бүгін. Құдай қаласа алдымызда Данияға баратын боламыз. Бүгін бізде осы енді бірінші рейсіміз осы Данияға бара жатқан. Направление ашылды Данияға қарай. Алдымыз 1000 километр бар. Кеше 600 жүріп тастағанбыз. Сонымен Италиядан шықтық. 5 күн бойы, 4-5 күн болды Италияда жүргенімізге. Әрең дегенде шықтық қой Италиядан. Йо-майя. Күн ыстық, маса жит. Түнде ұйқы жоқ, күндіз ыстық. Йо-майя. Кеше сол Германияға кіріп салқындап, рахаттанып қалау, маза жоқ. Ауасы таза. Таңғы 2-де бастадық бүгін жұмыста. Қазір местный уақыт уже 2 сағат өтіп кетті. Сонымен ұрып бара жатырмыз. Алдымызда Германияның Нюрнберг қаласы. Ары қарай где-то 400 километрдей қалатын шығар енді. Бүгін түске дейін жүрсек, 12-лерге дейін. Сонымен демаламыз. Қандай жаңалық бар дейсің ғой? Жаңалық деген енді ауылдан келген адамның не жаңалық болады? Жүріміз ауылға барып, қыдырдық әрі-бері. Особо жаңалық жоқ. Сол елдің бәрі сол қоятын сұрақтар көп қой әйтеуір. Жаңағы интервью бересің ғой өзің ауылдастарының алдында. Сені көріп, ойбай қашан келдің? Қалай екен Европа? Жұмыс қалай үйрендің ба? Жопа-жом. Ол сенің қиналып жүргеніңді ойбай жаңағы ауыр шығар жұмысың деп сұрамайды ғой сенен. Сенен бірінші айлығын сұрайды. Айлығың қанша деп. Нең бар деймін ғой, айлығың нең бар? Ұнаса кеп істе. Алдында видеоларды көрген ғой. Сонымен көбісінің бәрі ой кетіп жатыр Европаға келуге. Кел деймін ғой енді, мен оған қызғанбаймын ғой. Европа машинасына, Европаның ақшасын қызғанбаймын. Кел, айда жұмыс істе. Сен де мен сияқты, бәріміз сияқты жұмыс істе деймін ғой енді. Сонымен ауылдан қайттық әйтеуір. Документтеріміздің бәрін бітірдік. Бітіргеннен қайтейін оны через Ташкент Европаға ұшатын болғанбыз. Питерге. Питерден Белоруссияға, Белоруссиядан бері қарай автобуспен келдім. Енді қызық жері Ташкенттен мініп
Питерден түскеннен кейін багажын сұрағанмын ғой аэропорттан, багажымды аламын деп. Сонымен багаж берілмейді. Минскіден бірақ аласың деді. Сонымен болыпты деп Минскіге келем, Беларусияға. Самолеттен түссем, багажым жоқ. Ё-майо. Адам шатырын тайдырып. Сонымен оны күттім кешке дейін. Өзім азанға 9-да ма түстім. Қателеспесем, я сонда болу керек. Сөйтіп багажды күттім кешке дейін. Келген жоқ багажым, сол келген жоқ. Сөйтіп розыскіге бердік багаждан. Сөйтіп ол бүгін багажын келмейді, 28 күні келеді дейді ғой. 2 күннен кейін, 2,5 күннен кейін келеді дейді даже. Сонымен оған нерв қайнап, ё-майо. Амал жоқ, жаттым Беларусияда. Сөйтіп Беларусияда жатып қалдым 2 күн. Сөйтіп 28 күні келді багажым. Сөйтіп сразу автовокзалға келіп, автобусқа отырып, бері қарай тайдым Литваға қарай. Сөйтіп багажды күтіп қалып жүргенде английский визадан айырылып қалдық. Айырылып қалғанда очередь алып қойғанбыз ғой. Сол очередке үлгермей қалдым да. Енді анандай багажың жоғалып жатқанда дүниеңді тастап кетіп, ойбай маған виза керек деп кетіп қалмайсың ғой. Сонымен қой құрсын деп, істелер виза деп, визамыз қап қойды сонымен кейінге. Сонымен оның ішінде өзіміздің керек заттарымыз бар, ауылдан алып келген қағазымыз бар еді. Тағы да майда-шүйде заттарымыз бар. Беларусия мен Литваның границасында қағазымызды алып қойып масқара адам шатырын вообще тайдырып. Оған ашулан, ё-майо, нерв бол. Сонымен келдік әйтеуір өйтіп созылып Германияға. Сонымен бір мәнісі болар деп әйтеуір жеттік, өйтіп Европаға келдік. Сонымен бастадық жұмысымызды, Құдай қаласа. Бәрі нормально, тыныш. Сонымен бір ескі машинамызды қабылдап алдық. Тағы да бір ескі машина келді. Білмеймін мен осы компанияға не істеп қойғанымды. Ескі машинадан басқа машина бермейтін болды ғой маған. Жұрттың балаларын әйтеуір новый машина береді 23 жылғы. Менікі мына бір 2018 жылғы пробегі деген лақ біткен ғой, 710 000 километр. Сонымен осы машинамен жүрміз ақырындап. Ол да бір сол Mercedes Actros 1845 косоглазый дейді ғой, косарик дейді көбісі. Сол 2018 жылға сонымен өстіп ұрып ақырындап жұмысымызды бастадық. Мына руліміз қисық, көріне ма видеода? Күндіз көрінеді, ертең көрсететін боламын. Күндіз руліміз қисық. Мына лауымыз трещинасы бар, сызығы бар. Қоя тұршы. Сонымен бұйырғаны ғой деп жүрміз енді әйтеуір. Бізде жаңа қазақтарға бұйырғаны болса, сосын жаңа шүкір болса болды ғой бізге. Бұйырғаны шүкір. Қой шай деп ше, сөйтіп жүре береміз ғой. Асықпай бір нәрсесі болады. Берекесін берсін деп алып жүре береміз ғой. Одан жаңағы багажымыз келді. Багажымыз келгеннен кейін балонның бір колесасын сындырып тастаған ғой, бірде бөлеген. Ё-майо, оған аэропорттың ішінде айқай шу шығарып. Сонымен оны кім төлейді енді десем, оған заявление жазасын дейді. Сосын күтесің дейді, тағы 2-3 күн. Сөйтіп жүргенде құрсыш дедім мен кейін ауызы. Сендер ағайтып жақпадыңдар ғой маған деп. Енді келмеспін дедім Беларусиямен. Білмеймін енді оны кім сындырғанын мойындамайды ғой енді істеген адам. Просто обидно да біреудің затын жаңа ұқыпты байламағаннан кейін, біреудікі болғаннан кейін лақтырып сөйтіп бір дөңгелегін сындырып тастапты. Әрі қарай айтар болсақ, осы машинамызды Германиядан келіп алып алдық, өзімізге қабылдап. Сонымен бастадық жұмысымызды. Бастапқыда менеджер нормальный жігіт еді, білмеймін, кейіннен ауыстырып жіберді ғой. Мен перецепке жасадым. Италияға барып затымды түсірдім да қайтадан Германияға кіріп
прицепка жасап, прицепка деген прицеп ауыстырамыз. Прицеп ауысып еді, сонымен линиям да ауысып кетті ғой. Италия, Дания, Италия болып кетті. Сонымен менеджер де өзгеріп кетті. Кеше таңертең өзгерді менеджер. Білмеймін енді, шамалы сөзге келіп қалғандай болдық бірінші жұмыс күні ғой. Өзім жек көремін енді, звондап мазалап, жаңағы тұрсай, жүрсей, өйтсе, жаңағы былай істесе, өз басым жақтырмаймын ондайда. Сосын айтсын мен саған деп. Мен де қарап отырмаймын. Үндегенге суға береді бұларда литовецтер. Сонымен ауыр тиіп кетті ойдың сөзім. Сен каденциядан түріппіз да дедің. Түріппіз да. Қайта жұмысқа шығамайды деп ойлап отыр ойдың. Түріппіз да дедің. Жүре алмайды ғой, бәрі қайқат жүреді, водитель жоқ. Машина көп, водитель жоқ. Компания өзі құртып отыр адамдардың бәрін. Жаңағы адамға нормальный жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді да. Ешқандай условия жасамайды. Гонять етеді де отырады. Ондай фирма кімге жағады? Ешкімге жақпайды ғой. Сайтанның өзіне де жақпайды ғой ондай нәрсе. Жаңалығымыз осы енді. Германияда автобанда ұрып бара жатырмыз. А9-ның бойында. Жол деген енді прям теп-тегіс ғой. Бір ямы, бір шұңқыр көрмейсің ғой. Келген күйінде ұрып кете бересің, келген көзбен. Даже мынау панельге суын қойып қойсаң, суын құламайды ғой да мөлпет. Пустой баклажка қойып қойсаң, оның өзі де құламайды жар. Жол деген осындай болу керек қой, салғаннан кейін. Платный дорога, автобан деген осындай болу керек. Кезінде екінші дүниежүзілік соғыста жеңіліп қалған елге ұқсамайды ғой. Наоборот, біздің өзіміздің жеріміз керісінше болып кеткен. Жеңгенін қайтейін. Германия сияқты бола алмай жатырмыз әлі. Ондай болу үшін бізге қайда 200 жыл керек шығар әлі. Басқа жаңалығымыз осы. 80-ге қойып алып, жай басарымызбен ұрып бара жатырмыз. Германия 80 ғой. Сонымен асықпай осылай ұрып бара жатырмыз. Қаяққа асығамыз біз қазақ өмір асықпаймыз ғой ешқайда. Бар дейміз де отыра береміз. Бетіміз табақтай болып. Қаншама нерв, қаншама уайым. Оңай жерде ешқандай жұмыс жоқ. Так что болмайтын нәрсеге сым қалмау керек. Сым қалмаймыз. Даже ары қарай дальше жұмыс істеп кете береміз осылай. Кеттік ары қарай. Ал келдік ал Данияға. Осындай жолға тығып жатыр навигатор. Ё-моё, күн суық қой. 17 градус стало. Осы жерге кіреміз деп тұрған жоқ. Бір жігіт айтып еді маған, Данияда осындай жолдармен жүрсің деп. Келдік ал осындай жерларға. Так, екінші выгрузка. Мына жақты көрсетіп тұр ғой. Ё-моё, на Дания. Қанды ішейін деп тұр ғой Дания. Кешегі жеттің айтқаны. Точно келіп тұр ғой. Какой-то үй мынау на адресше. Үй либо үйлердің арасында. Непонятный. Проблема басталды. Ё-моё, енді жетпеген осы еді.